Бүгін сіздерге осындай оп-оңай жасалатын, дәмі кафе ресторандағыдай болатын пиццаның рецептісін ұсынатын боламын. Үйдегі бар заттармен жасалынатын, құрамы өте оңай және пеште 7-8 минутта пісіп шығатын пицца. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Барлық құрамды төменде описание бөліміне қалдырамын. Ыдысымызға сүт пен суды құйып алдым. Одан кейін 3 жұмыртқаны салып, ашытқыны салып, сұйық майды құйып және тұз бен шекерді бірге салдым. Жақсылап араластырып аламын. Ішіндегі тұзы мен шекері, ашытқысы барлығы біркелкі болып араласуы керек. Одан кейін ұнды өлшеп қойдым. Ұнның барлығын бірден салып қамыр еледім. Егер қамыр қолға жабысып жатса, онда кішкене үстіне ұн салып елеуге болады. Кішкене қолға жабысатын қамыр болып шығады. Осылай жақсылап араластырып ұнды елеп аласыз. Айналасындағы ұнның бәрін ішіне қосып жіберу керек. Осылай қолыңызға жабысып жатса, онда кішкене тағы да ұн салып басып жіберуге болады. Ішінде ашытқысы болғандықтан ашытқыны аз салдым. Сол себепті ондай қатты көтерілмейді. Жарты сағатқа қойсаңыз болады. Ішіне салмасын дайындадым. Фарш пен тәтті бұрышты араластырып қуырып алдым. Және майонез бен кетчупты жақсылап осылай араластырып алдым. Мен Махеевтің лечо деген кетчубын алдым. Жақсы екен. Міне жарты сағат немесе 1 сағаттан кейін осындай қамыр бізде ашиды. Ондай қатты көтерілмейді. Кішкене қолға жабысатындай болады. 4 бөлікке бөліп алдым. Енді астына ұн сеуіп, ұн тек жабысып қалмас үшін қатты ұн сеудің қажеті жоқ. Өйткені пісірген кезде күйіп кетеді. Менде осындай арнайы массажер бар. Пиццаға арналған, бұл дүкендерде болады. Торттың құралдарын сататын жерлерде осы массажер болады. Және менің табам осындай. Сіздер әсепештің табасына немесе өзіңізде бар табаға пісіре берсеңіз болады. Осылай айналасында артық қалған қамырды астына қарай қайырамыз. Ештеңені баспаймыз, тек осылай қайырып қоямыз. Өзі көтеріліп пісетін болады пешке салған кезде. Әр тестіға 2 ас қасық майонез, 2 ас қасық кетчуптан салдым. Мен 2 пицца дайындайтын болғандықтан екеуіне бір соус дайындап алдым. Осылай шетіне жеткізбей жағып шықтым. Шетіне жеткізбейсіз. Жақсылап бір тегіс етіп жағып аламыз. Сырдан мен тек қана сметанковый сырын қолданып едім. Моцарелла қолдануға болады. Бір пиццаға 200 граммнан сыр кетеді. Негізі моцарелла 100 грамм, сметанковый 100 грамм болса, онда сырымыз созылып күшті болып піседі. Мен тек қана үйде осы сыр болғандықтан осымен жасадым. Шетіне жеткізбей осылай салып шығамыз. Үстіне колбасаларды қойып шықтым. Колбасаны морозкеге қатырып алуға болады. Осылай кесіп, мен бірақ қатырған жоқпын. Егер қатырып алсаңыз, колбасаларыңыз көтерілмей күшті болып пісетін болады сырдың үстінде. Пешті 350 градусқа дейін көбейтеміз де 250 градусқа түсіріп, пеште 7-8 минутта пісіріп аламыз. Міне осылай болып піседі, күшті болып. Кесіп алдым, 8 бөлікке бөліп. Соғандықтан кішкене кесілмей тұр. Жақсылап кесіп алдым. Енді екінші пиццаны дайындадым. Дәл солай салмасы
сырды саламыз, осылай жағып шығамыз. Майонез бен кетчупты. Бұның үстіне манағы қуырылған фарш. Менде фарш майлы болғандықтан өзінің майы шықты фарштың. Мен көп май қосқан жоқпын. Өзіңіздің қалаған салмаңызды салуға болады. Помидор қосуға болады. Мысалы құстың етін қосуға болады. Шампиньондар қосуға болады. Өзіңіздің фантазияңызға қарай жасай бересіздер. Қатып қалған қағида жоқ, мынаумен жасау керек деген. Осылай тағы да 250 градуста 7-8 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне осылай болып шықты. Жасап көріңіздер, өте оңай, көп уақытыңызды алмайды. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.